Біздің ата-бабаларымыз өскелең ұрпақ үшін мақал-мәтелдер, шешендік сөздер, нақыл сөздер сияқты асыл мұраны қалдырып кеткен. Әр сөздің өзінің айтар ойы бар, терең мағынасы бар. Сегодня сотрудники музея-заповедника Ботай прочитают вам пословицы и расскажут их значение. Мақал-мәтелдер өмірдегі құбылысты жинақтап, түйіп және екі тармақтан тұратын поэтикалық жанрдың бір түрі. Ал кеттік! Білегі күшті бірді жығады, білімі күшті мыңды жығады. Яғни, егер күшіңіз көп болса, бір адамды жығуға әліңіз жетеді. Ал егер біліміңіз көп болса, олай болса, әлемді бағындыруға мүмкіндігіңіз бар. Дерево крепко корнями, а человек друзьями. В жизни всегда ценились взаимовыручка и дружба. Умение вовремя прийти на помощь давало возможность в прямом смысле слова выживать. Небольшие села жили одной дружной семьей, вместе делили беды и радости. Білгенін 1-9, білмегенін 99. Бұл дегеніміз қаншама ғұлама білімді адам болсаңыз да, білім қуалауға жалықпаңыз.